Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Шешендік өнер сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақта біз әрбір дыбыстарымыз таза шығу үшін, жалпы таза сөйлеу үшін не істеу керек және қандай жаттығулар орындау керек, сол жайлы түсіндіретін боламыз. Ежелгі заманның ойшылы, шешені Афиналық Демоспенді барлығымыз білетін шығармыз. Міне сол Демоспен ең алғаш көпшілік алдына шығып сөйлегенде дауысы өте әлсіз әрі жағымсыз болып, көпшілік оны мазақ қылып күлген болатын. Содан Демоспен теңіз жағалауына барып, теңіз жағалауындағы тастарды екі ұртына салып сөйлеу арқылы өзінің дауысын, дикциясын жақсартып, тарихта аты қалған ұлы шешен, ойшыл болып қалыптасқан екен. Міне, дәл осындай жаттығуларды қазіргі таңда көптеген тележүргізушілер, журналистер қолданады. Олар Демоспен сияқты ұртына тас салмаса да, қазіргі таңда екі ұртына екі жаңғақты салып, сөйлеп дайындалатын көптеген журналистеріміз бар. Міне, сен де дәл осылай екі ұртыңа жаңғақ салу арқылы сөйлеп тіліңді дамытатын болсаң, сен де осылай таза сөйлейтін боласың. Келесі жаттығуымыз қолымызға қалам немесе қаламсапты алып, тісімізбен қыстырып тұрып, күніне бірнеше мәрте сөйлеп дайындалатын болсаңыз, бұл да сіздің таза сөйлеуіңізге әсерін тигізеді. Келесі осындай практикалық жаттығулардың бірі, ол құлағыңызға құлаққап киіп алып, яғни наушникті киіп алып, жүгіру. Сіз жүгіру барысында құлаққапқа өзіңізге ұнайтын кез келген әнді қосып қойып, жүгіру барысында сол әнді дауыстап, қайталап айтуыңыз керек. Міне, дәл осы уақытта сіздің анық сөйлеуіңізге үлкен көмегін тигізеді. Себебі сіз жүгіру барысында өкпеміз шаршап, тезірек демалған кезде дауысымыз қиналып шығады. Міне, осының әсерінен сіз бір қалыпта тұрып сөйлеген кезде дауысыңыздың таза әрі анық шығуына үлкен көмегін тигізеді. Және бір жасайтын оңай жаттығулардың бірі, ол өзіңізге ұнайтын кез келген көркем әдебиеттегі бір кітапты алып, сол кітаптан күніне бір-екі бетті көшіріп жазатын болсаңыз, ол да үлкен көмегін тигізеді. Себебі сіз оны көшірер кезде бірінші кітаптағы мәтінді оқисыз, одан кейін жазып жатқан кезде де ішіңізден қайталап айтып отырасыз. Міне, дәл осы процесс сіздің анық сөйлеуіңізге көмегін тигізеді. Одан кейінгі бір оңай түрі, ол біздің бірнеше рет сабақ барысында қайталап жүрген жаттығуымыз, әрине жаңылпаш айту. Бұл жаңылпаш айтудың өзінің екі түрі бар. Оның біріншісі миға арналған жаттығу, екіншісі тілге арналған жаттығу. Миға арналған жаттығу ол кәдімгі күнделікті айтып жүрген жаңылпаштарымыз. Ол бізде оқылуы негізінен оңай, бірақ ұйқас сөздермен келгендіктен кішкене айта алмай қалатынымыз рас. Сондықтан да сіз жаңылпашты бірінші асықпай оқуыңыз керек. Одан кейін кішкене жылдамдық қосамыз. Солай жылдамдық қосу арқылы ең соңында жылдам оқып жаттығатын боламыз. Ал екінші тілге арналған жаттығу, сіз қандай да бір дыбысты сөйлеу барысында дұрыс айта алмай қалатын болсаңыз, сол әріп көп кездесетін жаңылпашты алып бірнеше мәрте қайталағаныңыз жөн. Мысалы, Р әріпін дұрыс айта алмайтын болсаңыз, мына жаңылпашты қайталағаныңыз жөн. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқ арқар бар. Міне, осы жаңылпашты байқасаңыз, Р әріпі көп кездеседі. Сіз оны дәл жаңағыдай бірінші асықпай оқисыз, одан кейін ақырындап жылдамдық қосасыз, және дәл солай жылдамдық қосу арқылы соңында тез оқуға қол жеткізесіз. Міне, одан кейін сіз сөйлеу барысында осы әріпті анық әрі таза айтатын боласыздар. Мінекей оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.